Достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ауызашарға өте дәмді, тойымды болып шығатын тауық етінен салат дайындаймыз. Толық рецепті видеоның астына қалдырамын. Алдымен тауық пен жұмыртқаны суға пісіреміз. Картошканы аршып, суық суға жуып аламыз. Кішкене кептіріп аламыз. Енді майымызды қыздырып, қуырамыз. Картошка пайымыз дайын. Енді тауық етін тураймыз. Ұзыншалап тураймыз. Видеодағыдай біркел кетіп турап аламыз. Енді тұздалған қиярды тураймыз. Төрт жұмыртқамызды ұзынша қылып тураймыз. Барлығын бір ыдысқа саламыз. Тауық жұмыртқамызды, ұзынша етіп туралған қиярды, жүгеріні қосамыз. Қуырып дайындап алған картошка пайымызды саламыз. Дәміне қарай тұз, майонезімізді салып, барлығын жақсылап араластырып, тарелкаларымызға салып аламыз. Енді картошка пайымыздың бетіне себеміз. Әдемілік үшін мен анарды пайдаландым бетіне. Неке салатымыз дайын, әдемі, өте дәмді, тойымды болып шықты. Менің рецептіммен дайындаған болсаңыз, каналыма тіркеліп кетіңіз, лайк басып кетіңіз, комментарий жазып кетіңіз. Назарларыңызға рахмет.